Бүгін бізде үйде бар заттармен новогодний күшті суретке түсуді Зеймен Раяна лайфхактарды өздері жасап көреді, фотосессия жасап көреміз. Бізге керек заттар барлығы үйде бар екен. Достар, қараңыздар, даже сушилка бізге керек болады. Мынандай коробка. Бұның біздің қараңыздар екі жағында кесіп тастадық. Мынандай төртбұрышты болып қалды. Просто құлап жатыр. Мынандай новогодний упаковка керек. Просто новогодний жоқ екен, бірақ осындай жүректермен болады. Так, мынандай зажимдар, скотч, батарейка. Так, мынау бізде мынандай конфетти, фотоаппарат райконай әдемі болып түседі. Ойыншық қой просто, достар. Джеп и мынандай новогодний гирлянда. Осының барлығымен қазір біз күшті новогодний суреттер жасаймыз, Инстаграмда, ТикТокта барлық жерде осы лайфхактар тұр. Солардың бәрін біртіндеп тексеріп шығатын боламыз. Және де қалай жасау керек екен, достар, сіздерге үйретеміз. Үйде қайталап күшті суретке түсіңіздер. Кеттік, бастаймыз. Короче, достар, біз бірінші қазір гирлянды жабыстырамыз на картонысына, сосын мишурамен ораймыз. Жылтырлықпен орап шығатын боламыз, Күшті ма? Қазір мынаның барлығын, достар, бірінші скотчпен жабыстырып шығамыз, сосын осы мына жеріне мишураны былай орап қоямыз дағыны сіздерге результатын көрсететін боламыз. Қараңыздар, күшті болды, қараңыздар, достар. Қазір енді мынаның батарейкасын ауыстыру керек бізге. Мынаған батарейка салу керек. Мәндір, батарейканы ауыстырыңдар. Сосын мыналар бізде қатты жанатын болады. Енді бұны бір столға қоямыз дағыны, ішінен бастарында кіргізіп, в общем, ана лайфхактағыдай суретке түсесіңдер қазір. Так, қосып көр. Енді қайда қоямыз оны? Столдың үстіне қоямыз ба, или мына жерге қоя саламыз ба? Столдың үстіне қоясыңдар ма? Сөйтіп, ішіне бітіп кірісіп кетесіңдер. Ал, достар, біздің рамамыз суретке арналған дайын. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты, Райна кукла сияқты қатқаған ғой. Мынау негізі пустой коробка болғаннан кейін, достар, құлап қалуы мүмкін екен. Қараңыздар, біз аяқта баклажка қойып қойдық сумен, и астында кітап тұр, қатты ұстау үшін, Қазір енді суретке түсіп көреміз. Күшті суреттер шығатын шығар деген ойдамыз, достар. Обязательно қайталаңыздар үйде. Домик сияқты. Достар, біз уже Зейінді түсіруге кірістік. Қараңыздар, мынаны жатқызып қойсаң, уже басқаша рама болады екен, Зейін, қалай? Күшті ма? Телевизордан шығып келе жатқан сияқты болып тұрсың ғой. Сені суретке түсіріп аламыз. Күшті болатын сияқты, достар. Қараңыздар, әдемі болды. Неше түрлі қып суретке түсуге болады. Қолға неше түрлі ойыншықтар, компьютер ұстап алсаңыздар, барлығы инвентарь болады, әдемі, Менде осындай компьютер. Конфетка. Қазір енді суретке түсіретін боламыз. Бірінші фотосессия ұнады ма? Күшті болды, фотосессия. Райканы саған ұнады ма? Коробканың ішінде? Саған ше? Күшті суреттер шықты, новогодний, Инстаграмға, неге, социальный сеттерге салу. Помогите. Болады, күшті болады. Қазір енді біз бұл сушилканы, қараңыздар, 2 рет пайдаланамыз. Біреуіне біз мына жерге қазір қағазды жабыстырамыз дағын ішін жарып, как будто баспен шығып тұрғандай боламыз. Мынандай шығып тұрғандай боламыз да, а екіншісіне потом көрсетеміз. Давайте екінші лайфхакты бастаймыз. Ал, достар, бізге мынандай подарочный упаковка керек болады. Екі жанына осыны қазір жабыстыратын боламыз скотчпен. Да. Қойсаңдар.
Ал достар, қараңыздар, біз дополнительно мынандай игрушкаларды, үйдегілерді қосып қойдық бас жағына. Қазір күшті суреттер шығатын болады, иә, күні, мына шамал көтеріп тұр, ақтың қасында көрінбей қалды. Иә? Енді әдемі қазір жүріп деп сені фотоға түсіреміз. Не дейсің? Сенің подаркыңды көтермесім ше. Өзім подарок болып тұрмын оны. Достар, біз де енді суретке түсірейін деп жатыр. Мынау негізі біздің пакеті кішкентай екен, достар. Сіздерде үлкені болатын болса, үлкенін алып істесеңіздер, вообще күшті болады, иә? Зейін өз-өзін подаркпын деп жатыр, достар. Қараңыздар, қазір тағы фотосессия істейтін боламыз. Зейінмен. Ал достар, біздің үшінші лайфхакқа, ол қыздарға арналған. Қазір Раянаның жерге жатқызамыз да, шашын елка сияқты қылып, шашына игрушкалар қоятын боламыз. Күшті болатын сияқты. Балдар етіп түсе алмайды, Зейін. Сендерде шаштар жоқ ұзын, е? Кән, Райконай, сен былай жат жерге, сосын шашынды әдемілеп, байнан қоямыз. Сосын елочный игрушкалар жасайтын боламыз, бақпа? Мен любимая игрушка қоясың ба? Розовый ма? Я розовый, мен белый. Роза полоска, а белый полностью. Хорошо. Ал достар, Раяның қараңыздар былай жатқызып қойдық та, шашын бітіп, елка алып қойдық. Қазір енді осыған елочный игрушкалар қоямыз. Иә? Ал достар, оны қараңыздар. Раяның шашы қатты ұзын екен, шамал кішірейтті, күшті сүрттер шықты, иә? Ұнады ма саған? Ұнамады ма? Сендер елка жасай алмайсыңдар деп бізді әпшесі екеумізді ұрсып жатыр, Раяна жатып алды. Басқа лайфхактарды істейміз, уайымдама. Күшті болды ма? Қараңдар, принеси стик нам. Да, қараңдар. Қазір. Не істейсің? Қазір көресің. Долго. Долго? Долго түсіп тұрайын ба? Қояйды? Там игрушка. Қандай игрушка? Мына, теперь сердечко болды. Енді сердечко болды ма? Вау, күшті сердечко болды ғана күнай. Достар, лайк басыңыздар, Раяна сіздер үшін сердечко жасады. Иә? Я. Лайк басыңыздар. Болды, келесі лайфхакқа дайындаламыз енді. Я. 20 minutes later. Достар, қараңыздар, қазір мына шкафқа түсіргім деп жатыр Раяна мен Зейінді. Мында елкаларын қойып. Мына кішкентай сыймай қалады екен, үстіне қою керек екен. Қазір мына елкаларды қоям. Екі жаққа сыйды қызып. И Раяна мен Зейінді, Раяна үстінде болады, астында Зейін болады. Мына жерде күшті фотосессия жасауға болады. Типа коробканың ішінде сияқты қылып ше. Күшті болады қазір. Ал достар, қараңыздар, біздің следующий пункт. Мынандай коробканың ішінде отырғандай қылып, бүйтіп бөлек-бөлек суретке түсіріп алатын боламыз. Соның барлығын жинап, фотографиядан елка жасауға болады. Раянаның қараңыздар коробкасын. Шифонердің ішінде елкасымен и гномигімен, иә? Ой, Раяна мына жақта 24 сағат шифонерде деген видео түсіргісі келіп тұр, деймін, иә? Зейін қалай? Ұнап жатыр ма? Давай суретке түсеміз, а? Давай суретке түсеміз. Дайынсыңдар ма? Достар, біз соңғы лайфхакқа келдік. Суретке түсуге арналған бізге енді қараңыздар, қазір кәдімгі сушилка киімілетін керек болады. Және де сіздердің сүйікті әдемі ойыншықтарыңыз. И мынандай жіп керек болады. Қазір біз мына жерге барлығын ілетін боламыз да. И сол арасында игрушкалардың ортасында суретке түсетін боламыз. Надо керек ма? Жоқ, оны ең соңында істейміз. Біздің достарға. Папа. Я? Я, давайте бастаймыз ба? Я.
Достар, мына қараңыздар. Мыналардың барлығын жіпке іліп қойдық, қазір көрінбейді, суретке түсіретін боламыз. Күшті суреттер шығады, иә? Красные блестки просто отдельно. Иә, әдем болып тұр, ойыншықтардың барлығы қазір. Күшті суреттер шығаратын боламыз. Сендер не заметили? Бәрі блестки. Бәрі блеска күшті жылтырлап тұр, иә? Вспышкамен түсіргеннен кейін, иә? Мына конфета не емес. Иә. Конфетка ғана жылтырламай тұр, қалған бәрі күшті болып тұр. Волшебный болып, иә? Все, суретке түсіреміз енді. Давай. Қазір Раянаны түсіреміз, достар. Раянаның кезегі келді, иә? Әдемі қылып қазір суретке түсіріп аламыз. Воздушный болып тұр ғой, көз. Ойыншықтардың бәрі күшті болып тұр ғой. Сказкадасың ба? Ай, сказка. Кіріп кетті. Ал достар, біздің видеомыз ұнаса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, қолчик басыңдар. Я, лайфхак сендерге ұнайтын болса, достар, үйдеріңізде қайталап күшті новогодний фотосессия жасаңыздар, я? Ал сіздер үшін Зеймер Раяна конфетти жарды. Пока-пока!